Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan tenglemeler sistemasi temasini boshlaymiz. Demak, tenglemeler sistemasi nima usulda beriladi? A1 x b1 y s1 degan bu bir tengleme, ikkinchi tengleme a2 x b2 y s2 bu ikkinchi tengleme. Soni yig'ib turibdi, biriktirib turibdi. Biriktirib turibdi degan so'z bu tenglemeler sistemasini paydo etdi. Ikki tenglemeni birga biriktirib turibdi-da. Durustmi? Demak, bizlarda tenglemeler sistemasi necha usulda islanadi? Demek, yamasa tenglemeler sistemasının necha usuli var istiyordun. Demek, ilk usuli var desek bo'ladi. Birinchi, qanday usul? Algebralik usul. Algebralik usul endi boshqacha formada da aytishim mumkin. Buni algebralik usulda. Ikkinchi usuli juda ko'p qo'llanamiz, 80% o'rnina qo'yu usuli deb aytiladi. O'rnina qo'yu usuli. Demek, o'sha ikki usul orqali istasak bo'ladi. Demek, ikki usul bilan istanaversangiz hisob chiqib, prosta qaysi hisobda qaysi usulda foydalansangiz bir hisoblar sol kezi tezlik шығуға bizlarga jardam beradi. Algebralik usulda odatda x y ning oldida hamisha san bo'ladi. Hamisha san bo'ladi degan birden boshqa san bo'ladi. Demak, x ya y ning oldida san 1 bo'lib qolsa, demak uni bizlar o'rniga qo'yu usulini istagan juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun qaraymiz. Bizlarga hisob beriladi. Y teng 11 minus 2x ga teng и 5x minus 4y teng 8 bo'lsa, tenglemeler sistemasını şeşin deydi. Tenglemeler sistemasını şeş деген кезде bizlerden x, y olу керек. X, y деген сөз, міне, x надо y надо координаталар жауапта жазылу керек. Бірінші x кенен y тұр. Мынау теңлемелер системасының несі? Жауап. Мынада x, y табу үшін бірінші бізде бұны қайсы ұсылмен істейміз? Алгебралық ұсыл ма, я орнына қою ұсылмен? Не үшін орнына қою ұсыл десе, y-ның алды 1. Қалған бәрі сан бар, бірақ y-ның алды 1. И сіздерге готов болып y-ның өзі беріп қойды. Y неге тең? 11 минус 2x па, сол y-ті төмендегі екінші теңдікке апарып қоямыз теңдемеге. Y-ның орнына да мінерге. Демек, мінерге істеліп қоямын, түсінбесеңіз, 5x минус 4 деп болып, скобка ашып y-ті орнына мынаны жазамын. Бола ма? 11 минус 2x тең. Болды. Осыны көбейтемін. 5x минус 44 плюс 8x тең 8. Қосып жіберемін 13x. Бұнда минус 44 бермен қарай не өтеді? Плюс 44 қосып жіберсем, елік. Түсінеміз ба? 13-ке не қыламыз? Бөлеміз, сонда жауап 4. X тауды қой, енді тау керек. Y тау үшін оны қайырға қоямын деп ойлап отырмай, бағана Y тең деген жер бар еді ғой, соған апарың. Содан пайдаландық себе бізде. Неге X-ті қоямыз не? Y тең 11 минус 4-ті қойсам 8. Ол неше болады? 3. Демек, жауаплар бірінші X жазылады, кенен Y. Неше жауап бар десе? 1. Бір скобқа бір жауап қойсақ бар. Екі деп ойламақ және. Демек, бұл жерде 4 пен 3 x һәм y-лер. Бұл мына теңдіктен не қылады деген сөз? Қанаттанады. Себебі нерге 4 x y-ның орнына 3-ті қоямыз. Нерге 4-ті қойсаң, 11-ден 8 алсаң, 3 емес пе? 3 пен 3 тең. Емасы мынаны қойып көр. 4-ті қой 20, 3-ті қой 12. 20-да 12-ні алсаң, көрдіңіз ба? Так, кейін давам етеміз. Мысалы, және бір есеп берді. Y плюс 2x тең 11. 5x минус 4y тең 8 болса, мына теңлемен шешің дейді. Бұл теңлемен шешу үшін біздер қайсы ұсылдан пайдаланамыз? Орнына қою ұсылдан пайдаланамыз. Себебі сан бар, y-ның алды сан жоқ. Орнына қою ұсылда соны тауып аласыз, y-ті белгілеп аласыз. Y тең деп 2x-ні яқа шығарамыз. 11 минус 2x деп соны нелігіне аламыз. Әкеп қоямыз, сойтын айса пайда болады. Түсініңіз ба? Просто соны сәл бекзат танып қойды жағы емес. Так, мысал үшін, 2x минус 3y тең 10. 3x минус 2y тең 5. Теңлемелер системасын шешің дейді. Бұны қайсы ұсылмен істеген мақұл? Алгебралық ұсыл. Не үшін? X һәм y-ның алдында не бар? Сан бар. Енді алгебралық ұсылда үйреніп аламыз. Алгебралық ұсылда біздер пайдаланамыз. Яғни қараң, біздер бұл алгебралық ұсылда я x-тен, я y-тен құтылуымыз керек. Құтылуымыз керек деген сөз, қашан құтыламыз? Бірге ал жіберген кезде, қысқат жіберген кезде, дұрыс па? Енді демек сол жерде және бір қосымша мағлұмат шығады. Теңлемелер системасы біздер қосуға болады, алуға болады, көбейтуге болады, бөлуге. Яғни әмме әмелді не қылуға болады деген сөз орындауға болады. Енді біздер бірақ бұны тұрған жерде ал жіберсек 2x-тен 3x алсақ x кете ма? X жоқ кете ма? Я 3y-тен y алсам жоқ кете ма? Жоқ кету үшін не болу керек? Қашан? Сол алдындағы коэффициенттер недей болған кезде? Бірдей болған кезде. Мысалы, 3x болған кезде алсаң жоқ кетеді ғой. Құрдан жоқ болмайды. Дұрыс па? Демек, біздер бұны бірдей қылу үшін
Qarang. Birinchi o'ylanib, x yo'qlaylik pa, y yo'qlaylik pa. X farqi yo'q, qaliga etsam shu chiqadi. X yo'q bo'lish uchun x ning oldini 1 qo'yish uchun 3/2 ga ulma bo'lim berasiz degan so'z. 3/2 ulma bo'lim 6. No 6 bo'lishni necha ko'yitasiz? No 6 bo'lishni necha ko'yitasiz? Ko'yib chiqamiz. 6x Bunlar qilib qo'ymasin, bular katosimiz. Bәріне көйіп шығамыз. Минус 9y тең 30. 2-ni көйіп çık. 6x 4y 10 ба? Енді не қылып жібереміз? Алған кезде этибарлы болың. 6x аласыз, қысылып кетпей ма? Мына минус 9y, дым түсінбесек жазың. Мына минус пен минус не болады? Плюс 4y. Тең 30-дан 10 не қылып жатыр? Міне, жазып отыр. Неше болады? Минус 5y тең 20. Y тең минус 5 көзі минус 4. Y шықты ғой. Енді не тауын керек? Берілгенде баста я мынаған, я мынаған қалеге кісі қойын. Бәрі сол жап шығады. Біріншіне қояқ мынаған. Y туына минус 4 қойымыз. 2x минус 3 көбейту Y неді? Минус 4 тең 10. Так, 2x плюс 12 ма? 10. 2x тең алсам минус 2. Y x тең. Демек жауаплар бірінші минус x жазылады, кенен міне. Шешімдер 0. Түсінік па? Так, түсінген болсақ, дальше. 5x минус 2y тең 6. 7x плюс 2y тең 6. Қандай ұсыл? Алгебралық ұсыл. Қаяқтан білдік? Не қыламыз? Алгебралық ұсылдан не қылымыз керек? Я x-тан, я y-тан құтылымыз керек. Құтылу үшін кімнен құтылайық бірінші? X-тан құтылу үшін сен не қыласыз? X-та ұлма өлім бересіз. Ау күтті көздеріңізді ашын. Y-ның алды, итак, бірдей ғой. Дұрыс па? Қашан құтыламыз? Және ал жермен алсаңыз, мұна минус пен мына минус үйге қайта қосылып келеді, құтылмай қаласыз. Тұрған жерін не қыласыз? Қосамыз. Сонда екеуі не қылады? Сонда екеуін қоссақ? Мына екеуін қоссақ? X тең 1. X-ті апарып қоямыз. Бір неге қой? 5 көбейту 1 5. Минус 2y тең 6. Минус 2y тең 6-тан 5-тан 1. Y тең минус 1 бөлінген. Демек x-ің 1, y-ің минус 1 бөлінген. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Демек давам етеміз, кейін мысалымыз. Y тең надай берілген теңдемік системасының шешімі. Бұл жерде не қыламыз? Қайсы ұсыл? Бұл жерде орнына қойылды пайдаланбай, алгебралық пайдалансаңыз болады. Қараң, y. Тұрған жерін не алсам болады? Ал жіберсем қысқарып кетеді. Дұрыс па? Минус 2x қалады. Мына минус пен мына минус не болады? Плюс 6x. Тең 1. Мынау мен не болады? Плюс 7. Молодец. Неше? 4x тең 8, x тең y тауып үшін соны біріншіне қапар, аңсатлау болады. Y минус 2-ні қой. 4 тең 1. Y тең 5. Жауаплары 2 менен 5. Демек давам етеміз. Кейінгі мысал берілген. Бірінші тоқта. Мына сан бер жақта тұр, q ар жақта тұр. Соны неғып алың? Қолайластырып алың. Біріншіден көшіріп аламыз. Сөйтінен берім алып өтеміз. 2p минус 5q. Ал мешіме 2 берман қарай? Енді қайсы ұсыл? Қайсы ұсыл? Алгебралық бәрінің алдында сан бар себебі. Дұрыс па? Енді x кереміз p q арқылы берілген да. Алгебралық ұсыл болса p-ны жоқ қылайық. P-ны жоқ қылу үшін 10 мен 2 ұлма бөлім? 10-ның өзі. Бұны көйту шарт емес. Бұны неше көйтеміз? 5-ке көйтеміз. Бұлама? Үст тұра береді да. 10p 7q тең минус 2. 5-ті көйт. Сөйтіп неқылар қап қоймасын. Мен 25q. Бір зон. Не қыламыз? Ал жүреміз. Қысарып кетеді. Алған кезде әтібар берің. Бірінші нау 7q жазылады. Мынау мен нау не болады? Плюс соң әтібар берің. Тең. Мынау минус 2. Мынау мен нау минус 1 зон. Так, неше болады? 32q тең минус 110. 32-ке не қыламыз? Бөлеміз. Бөлсек неше болады? 112 минус 3,5. Q шықты ғой. Енді не қыламыз? P-ны тауып үшін нерге қояқ та? Нере қояқ па? Нере қояқ па? Біріншісі көйіп көйді негізі. Зиян жоқ, сөрге апарайық. 10p плюс 7 көбейту минус нешеді? Минус 3,5. Мен десаплаймыз мұны зиян. Тең минус 2. Так, 10p неше болады көйтсеп? 24,5. Тең минус 2. 24,5 яғы не өтеді? Плюс өтеді. Сонда 22,5 май ма? 10-ға бөліп жүрсек 2,25. Міне,
Demek birinchi P yazıladi. 2,25 bilan Q necha? -3,5. Tushunibmi? Tak, keyingisi. Berilgan hisoblov kerak. Hisoblov uchun birinchi ko'paytirib, ashib jina olamiz tursiz. Ko'payt. 3x - 15 - 1 6 - 2x. 3x - 3y - 7y teng -4. Tak, o'tkiz. Plus 2x bo'lib 5x bo'ladi. No plus 16 bo'ladi. 16 ni üstüne koysam 20. Tak. 3x minus 10y teng -4. Bu yerda x tayyor qarang, aytaversangiz. X teng necha bo'ladi? 22 bo'lingan 5. So'ng yerga kelib qo'ya qo'ysiz bo'lgan. 3 ko'paytib 22 bo'lingan 5 minus 10y teng -4. Demak -10y teng -4. Buni necha bo'ladi? 66 bo'lib o'tsamizmi? U armanga ne o'tadi? Minus bo'lib o'tadi. Şimdi nima 5 dan 10 bo'lib beramiz. Nima kutib turadi? -10y teng -20 - 66 -86 bo'ladimi? Bo'lib 5. 2 minus plusga aylanadi. 10 ga bo'lib beraman. Y teng 86 bo'lingan 50. Buni 50 ni astini tushdi, ko'paytib. Сөйтіп қысқартсаңыз 2-ге 2 бөлсек 43 бөлінген 25. Демек x-іміз неше шықты? 22 бөліп 5, y-іміз 43 бөліп. Сіздерге постоянно комфортный жауап шыға бермейді деген сөзі. Түсініп па? Жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі мысалымыз бөлшек арқылы берілген. Бөлшек болса не қылып аламыз? Ұлма бөлім беріп, бөлшек жоқ қылып алуымыз керек. Ұлма бөлім 15 болса, бұған 3-тен, бұған 5-тен, бұған 15. Там бұған айтасап кете береміз. 5 қой. 5 міне. Так, бұған неше ұлма бөлім? 30. Бұған 3, бұған 5, бұған 30. Көйтеміз. 6m плюс 5n тең 15. Көйтеміз. 3m минус 35n тең 1,20. Демек, қайсы ұсыл? Алгебралық ұсыл. Сан бар бәрінде. Аха. Жоқ қылу үшін 2-ні 6-ға келтірсек болады. Неше көйтеміз? Үст тұра береді. 6m плюс 5n тең 15. 2 көйтчік. 6m минус 70n тең 2,40. Сау. Не қыламыз? Аламыз. Алған кезде қысқарады. Бірінші мынау жазылады 5n. Кенен мынауына тәсір еді. Плюс 70 болады. Тең. Бірінші 15. Кенен минус 240. Қосаман. 75n аламан. Минус 220. 78-ке не қыламан? Неше болады? Бөлмейді, я? Минус 3 бола ма? Болды ғой. Демек, берілген мынаған апарып қой. Мына бөлшек емес мынаған. n міне. Неше болады? 6m 5 минус 3-ті ғой. Минус 15 болады. Сау болды. Тең 15. 6m тең 30, m тең 5. Бірінші кім тұрады? m 5, кенен минус 3. Міне жауап. Түсінік па? Кейін мысал. Қайсы сол? Ес қайсы ұсыл деп атсың, соң қали ұсылда себерсес болады. Қараң, 2-ге астын көйтемен да, не қай жазайын? 2x минус 4y тең 10, 2 көйтсем, минус 2x плюс 4y тең 16 ма? Сөйт не қылама? Қош беремен. Қоссам не сарп етеді? Әтібәрізім науам сарп етеді. Не қалады? Қоссам 26. Тең ба? Тең болмады, я? Онда бос көп деген заттан болады екен, теңдемелі системасында. Түсіндіңіз ба? Түсіндік ба? Демек, бұл ең теңдемелі системасының ең простой темасы еді. Ең бастаңғыш темасы. Бұдан екінші дәрежелі құрамалы теңдемелі системалары бар. Оған жетіп алу үшін бірінші ең простой өтіп шықты. Түсіндік ба? Демек, түсіндік болса жазып аламыз. Темамыз үшеуді жұмақланады. Кейін сабақларда көріскенше.